келесі өтейік. Ал бұл жерде бізде енді уже текст келді. 6-шы сұрақ. Мәтінді оқып тапсырманы орындаңыз. Ал сіздермен бірге оқиық. Mr. Nelson wanted to be elected sheriff in a New Hampshire country. He went from farm to farm asking people to vote for him. Mrs. Morrow saw him coming up one day and reached for the broom. "Get off, you good-for-nothing loafer," she shouted. "But Mr. Morrow," said Nelson, "I have just come to ask if you will vote for me for sheriff." "Sheriff?" shouted Miss Morrow. "Your place is in the lock-up, not in the sheriff's office. You're a scoundrel, and your father was a scoundrel, and your grandfather was a scoundrel. Get out of here before I take this broom to you." Nelson decided to go. Before climbing back into the car, he took out his notebook and wrote, after the name of Morrow, one word: doubtful. Сұраққа жауап беріңіз. Текст бізде бітті. Және бізде сұрақ осы текст бойынша Why did Mr. Nelson come to Mrs. Morrow? Жалпы текст не жайлы екені түсінікті болған деп ойлаймын. Арасында қиын сөздер болуы мүмкін. Бірақ қысқаша айтып кетейін. Мистер Нелсон өзінің Нью Гэмпшир деген қала, өтірік айтпасам қала болу керек. Қалада өзін шериф болып сайланғысы келді. Және де осы миссис Маруға келді. Миссис Мару оның шериф болған қаламаған. Осы Нельсонға айтты: "Бұл сенің жерің емес, сенің шерифтің офисында отырған қаламаймыз" дейді. Жалпы осы. Неге мистер Нельсон миссис Маруға келді? Жаңа мен аударып берген бұл жауап болады. Өзде варианты болып келеді. To ask her to vote for him. Өзіне дауыс беру үшін. Келесі сұрақ өтсек болады. Ағылшын тілі пәні. Кешірім, сан есімді оқыңыз. Бұл жерде бізде осы санды оқу керек. Бұл жерде бірнеше варианттар бар, және шатастырады адамды. Мына вариант мысалға бізде толығымен келмейді. Өйткені бізде әр осындай доллар санның артында S әрпі тұру керек. Бұл жерде бұл көрініп тұрған жоқ. Яғни бұл вариант болмайды. Дұрыс жауабы мына жерде емес, мына жерде тұру керек. Мысалға, мына вариант бізде келмейді. Мына вариантта бізде келмейді. $83.10. Бізде осы Б варианты дұрыс болып келеді. Келесі сұрақ өтейік. Сөйлемді мағынасына сәйкес аяқтаңыз. The novel Sister Carrie was written by. Бұл жерде бұл новелла болып келеді. Бұл новелланы шынымды айтсам білмейді екенмін. Бірақ авторын естіген болатын. Чарльз Диккенс емес, бұл бізде Теодор Дрейзер болу керек. Өтірік айтпасам осы болу керек.
бұл да қателік болуы мүмкін, өздеріңіз тексересіздер енді. Артикльді дұрыс таңдаңыз. 9-шы сұраққа келдік. Артикль. Артикль деген бізде не? Ол бізде сол сөзді сөйлемде қолданылатын, мысалға әрпі, n болуы мүмкін, z бар бізде, сосын non артикль болуы мүмкін, артикль болмауы мүмкін. Мысалға біз бір нәрсені бірінші рет айтып тұрсақ, n қолданылады. Z деген бұл бізде белгілі, бізге бір зат немесе бір құбылыс болуы мүмкін, бір адам болуы мүмкін, бір кейіпкер болуы мүмкін. Және де ол барлығына белгілі, осыған дейін сөйлемде айтылған зат болуы мүмкін. Мына жерде варианттарды барлығын қарап шықсақ, бізде мына жерде Б варианты There is a river near my village. Дұрыс болып келеді. Келесі 10-шы сұрақ. Герундийдегі сөйлем. Герундий деген бізде не? Бізде ол етістіктің артына ing қойылып жалғасатын сөз болып келеді. Және де осы сөйлем табу керек біз. 10-шы сұрақ. He бірден көзге түскен. Осы А жауабы дұрыс болып тұр. He was fond of reading books about travels. Неге десеңіз, мына жерде бізде герундий дұрыс қолданылған. Яғни ол кітап оқығанды, саяхаттау жайлы кітаптар оқығанды жақсы көреді. Орналасу дұрыс болып тұр, placement. Бұл жерде бұл сұрақ болып келеді, бұл герундийға келмейді, герундийдағы сөйлемге. Ол сұраулы сөйлем болып тұр. Қалған варианттарда жалпы келмейді. Келесі 11-ші сұрақ. Дұрыс жауапты табыңыз. Was the first person to tell the world about China. Деген бізде өте жақсы сұрақ. Өтірік айтпасам, осы вариант дұрыс болу керек. Марко Поло. Бұл да қарастыратын сұрақ. Бұл көбіне тарихқа көбірек сүйенген сұрақ болып келеді. Келесі